Ассалаумағалейкум. Эфирде Бала тілі бал бағдарламасы өздеріңізбен мен Бағлан Дәуренбеков. Бүгінгі бағдарламада Ордабасы ауданы Темірлан елді мекеніндегі Елмерей балабақшасы туралы айтатын боламыз. Агробизнес телеарнасы қосылу болсын. Бала естігенін айтады, көргенін істейді деп қазақ халқы бекер айтпаған. Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай сәбилеріміз ата-анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, жүріс-тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға тырысады. Бала бойына адамгершілік қасиеттерді, ойын, салт-дәстүр, мақал-мәтелдер, ертегілер, жұмбақтар, айтыс өлеңдер арқылы сіңіру ата-ана мен тәрбиешілердің басты міндеті. Осында игі бастаманы қолға алып жатқан Елмерей бөбекжай балабақшасында бүгінде 75 бүлдіршін тәрбиеленуде. Балабақшаға жұмсалған қаржы 9 миллионнан аса. Балапан бағдарламасымен аштық. 1 маусым балалар қорғау күнімен балдарды құттықтаймын. Балалар болашағымыз дейді, өсе берсін, өне берсін, ел басқаратын азаматшалар болып өсе берсін. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Кішкентай бүлдіршіндеріміздің бойына ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, өз-өзіне деген сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер шешуші рөл атқарады. Адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу күнделікті балабақша өмірінде тәрбиешінің жұмыс күнін ұйымдастыру процесінде, ойын және оқыту ісінде жоспарлы түрде қамтылады. Тәрбиешінің тәртібі, іс-қимылы, балалар мен үлкендермен қарым-қатынасы кішкентай сәбилер үшін үлгі болып, олардың жеке басының қалыптасуына ықпал етеді. Балабақша қандай бағдарлама негізінде салынды? Балапан бағдарламасымен салынған. Балапан бағдарламасымен жұмыс істеп жатырмыз қазір. Жалпы бүгінгі таңда балабақшада қанша тәрбиешілер? 6 тәрбиешіміз бар. 3 топта. Түске дейін, түстен кейін болып ауысады тәрбиешілеріміз. Бүгінгі таңда тәрбиешілер қандай болу керек сіздің көзқарасыңыз, ойыңызша? Енді тәрбиешілер деген көзі ашық, оқыған, жаңағы біліктілігі жоғары мамандар. Тағы да қандай болу керек? Енді өзіңіздің басқарып отырған балабақшаның бүлдіршіндерге деген, тәрбиешілерге деген бір тілегіңіз болса, пікіріңіз болса, мүмкіндік бар айтуға? Бүгінгі халықаралық балаларды қорғау күні құтты болсын. Барлықтарымыз тәрбиешілеріміздің арқасы осы, бүлдіршіндеріміздің арқасында осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Бала күлкісімен әлем нұрланады атты тақырыбында бүгін іс-шара өтіп жатыр. Өзі Ордабасы ауданында, осы Елмерей бөбекжай балабақшасында. Едеміз, дендері сау болсын, отбасылар аман болсын, барлықтарына жақсылық тілеймін. Ауыл іргесінен балабақша бой көтеріп, ел игілігіне берілгеніне ата-аналарда дән риза. Себебі, осындай білім мекемелерінің жылдан жылға көбейіп жатқаны келешек жастар үшін берері мол дейді. Осы жерге қызым Айкөркемді алып келіп, осы балабақшаның ашылғанына ризашылығымызды білдіреміз. Құрылтайшысы Мүтәл атамызға рахмет. Осы жердегі барлық ұстаздарға, тәрбиешілерге барлықтарына рахметін айтамыз. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Осы кішкентай балапандарды тәрбиелеп, жетілдіріп, мектеп жасына дайындап беріп атқан осы жердегі тәрбиешілерге көп алғысымызды айтамыз. Осы Елмерей балабақшасына қызымды беріп жатырмын. Орта топта тәрбиеленіп жатыр. Жақсы тәрбиелер апайлары. Балаларды осы балалар мерекесімен құттықтаймын. Маған ұнайды осы балабақша. Күнделікті келіп жүрген балабақша. Не үйренеміз бұл жерде күнделікті? Сабақ. Апайларыма, тәрбиешілерге, ұстаздарыма рахмет айтам. Бейбітшілік әніміз, өнеріміз барымыз, Қазақстанда аясында жадырайды әніміз, балабақша аясында жадырайды жанымыз. Біз кішкентай бүлдіршінбіз. Бақыт сыйлар ұл мен қызбыз. Қуанышты көңіл сыйлар, мерекеге қош келдіңіз. Гүлмен келсін келер күн, бала бақыт балердің, балалардың күлкісі, көркі сәні әлемдің, бастық қоссақ бәріміз, біздер елдің сәніміз.
Қазақ халқы баланы жастайынан жақсы әдеттерге баулыған. Үлкенді сыйла, жолын кеспе деген ұлағатты тыйым сөздердің мәні зор. Бала бойына кішіпейілділік, сыпайылық, сыйластық сияқты қасиеттерді сіңіре білсек, адамгершілік тәрбиесінің жемісіне бөленетініміз анық. Тәрбиенің алтын бесігі, балабақшамыздағы сәбилерімізді адам баласына тән асыл қасиеттерге, адамгершілікке тәрбиелеуден жалықпайық. Қымбатты теледидар көрермендері, бүгінгі бағдарламада біз Ордабасы ауданы Темірлан елді мекендегі Елмерей бөбекжай балабақшасы туралы ақпарат бердік. Ал мен өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасамын. Эфирде амандықпен жүздескенше сау, сәлеметте болыңыздар.